Ассаламалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге бұл әрине KZ арнасы, яғни біз бүгінгі өзіміздің кезекті видеомызда осы обновада жалпы шығатын заттардың екінші бөлімін көрсететін боламыз. Ал жалпы біздің арнамызға жолдан қосылған көрермендер болатын болса, ендеше бізге тіркеліп осы видеоға лайк басып отырсын. Ең әуелі жалпы менің осы жақтағы дәл осы профилімді іздейсіңдер, яғни осы жерде ID тұр, яғни 4194 35 561 деген тура осы ID-ді іздейтін боласыңдар. Одан кейін не істейміз? Әрине осы жақтағы список желанияға кіреміз. Енді өздерің көріп тұрғандай жалпы біздегі осы бүгінгі видеодағы 28 зат жалпы алдағы уақытта шығады екен. Оның бізде енді бірінші зат әрине дәл осындай бізде анимация, яғни бізде лоббиға кіретін осындай анимация болады. Так, өздерің көріп тұрсыңдар, мына жақта жалпы адам көрмейді екен, яғни сендердің персонаждарың дәл осы орында болатын болады. Кезекті бізде жалпы эдит түсіретіндерге арналған осы 4 адамдық эмоция. Міне тура осындай жалпы мына жақта неше адам мына жерде 2 3 4 адам, я ошым жоқ, 3 адам па, 3 адам па, 4 адам. Короче, бір осындай бір эмоция шығады екен, яғни бұл футболға қатысты дейді. Так, ответчные пенальти дейді, яғни сонда штраф алған ба, не істеген бір карточка сияқты бір затты көрсетіп жатыр екен. Ал біздегі кезекті зат әрине бізде дәл осындай 2 адамға, яғни бірге ойнайтын дуоларға арналған осындай эмоция екен. Бізде жалпы бұның аты создание затмения дейді. Так, сонда мына екеуі так бүйтеді, мағынасы не сонда? Қалай мағынасы, ошым түсінбедім, бірақ бұл да енді бізде алда шығады екен. Так, біздегі кезекті жалпы эмоция, енді бұл да так неше адамдық өзі? Жоқ, я бір адамдық эмоция екен. Арт жаны бір типа соның көлеңке сияқты ма, бір зат өтіп екенін көрдім, мен ағат бүйтіп өтеді, и артынан бір көлеңке сияқты көрдім, осындай бір заттары шығады екен. Бұл да бізде атака затмения деген жалпы эмоция екен. Қателеспесем, бізде алдағы уақытта бір заттармен коллаборация шығу керек, сол кезде шығатын заттар секілді. Так, біздегі кезекті зат әрине осындай бізде набор дейді. Дәл осындай бір так подсказка деген бір набор шығады екен, сонда бір қыздарға арнаған набор екен. Енді бізде қазір осы 50-ші обновада бір суға либо китке байланысты бір коллаборация сияқты істеген екен. И тура нау соған жалпы арналған жалпы киім, судан киім жасаған ба, сондай бір бәле екен, е. Енді бұның жалпы қыздың үсті өте әдемі екен бізде, ал пота бір осындай, но ондай қатты мықты емес, бұрынғы киімдерге ұқсап жасаған екен. Так, аяғында, короче, мынандай жалаң аяқ қылғандай асын бір каблук сияқты бір бәлені, общем, суды каблук сияқты қоя салған ба, сондай. Так, одан кейін бізде дәл осындай бір шашына, яғни бір мынандай бір не құрсын, балтыр ма, не затынау, соны былайынан басына бүйтіп орай салған ба, принцесса алған ба, білмеймін, оны өздері білер енді. Так, бізде сосын мынандай осындай оның шашы бар екен, енді шашы бізде осы уақытқа дейін шыққан бір прическаларға өте қатты ұқсайды екен, өйткені мына жердегі бізде пайди шаштың бойынша жасалған үлгісі өте ұқсайды, тек түсін ғана сәл өзгерткен, но типа суға байланысты қылып істеген. Ал мына маскасын жалпы ондай керек емес десе де болады, өйткені өздерің көрсіңдер, тек көздің астында кішкентай ақ точкалар ғана бар. Басқа ешқандай айырмашылық жоқ екен бізде. Және де бізде дәл осында, яғни анимеге байланысты тағы да бір набор шығады екен. Так, бұның аты дейді Гитоки Сакати дейді ғой. Так, мынау не аниме дейді. Так, бізде бұл Гинтама деген аниме ма, сондай болу керек, бірақ мен ол аниме білмейді екен, бірақ просто мына жерде логотипі тұр екен. Енді бұл анимені жалпы кім біледі, білетін балдар болса, жалпы бұл персонаждың жалпы не істей алады, соны осы видеоның комментіне жазып кетіңдер. Так, одан кейін бізде жалпы мына бар көрмеппіз, үсті осылай дейді. Так, бұның поты пайди ұқсайды, алдыңғы шыққан анимелерге ұқсайды екен, аяқ киін онша емес, и басы пайдет, бірақ недовольный ма түрі қалай өзім, мен түсінбедім. И мынандай бір аватаркасы бар екен өзі. Енді бұл анименің жалпы персонаж дейма, жоқ персонаж набор, наборды алғандарға береді екен. И сосын бізде дәл осында, яғни лоббиға кіретін, мынандай лоббиға кірмейді, бұл жоқ, ауысатын, міне ауысатын жалпы анимация. Енді бет былай алмаса өтіп, короче, бірсе адам болады, бірсе ошым осы болады. Енді бізге осы алқаден бір 5-6 түрі ма, сондай шықты, либо 10 шақты ма, осылай алмасатын жалпы киімдердің. Бұл да пайди бір осы анимеге қатысты бір зат секілді. Так, одан кейін бізде дәл осындай жалпы лоббиға кіретін жалпы бір анимация, анимация шығады.
И бұл так подводный шквал дейма. В общем, сондай бір жалпы анимация екен. Жария бізде кезекті жалпы осындай бір футболға қатысты бір коллаборация сияқты. Ол да осы жақын арада шығады екен. Бірақ мынаның так эмоциясы осы уақытқа дейін шыққан бір эмоция өте қатты ұқсайды екен. Так өздерінде былай байқап отқаншасына соңғы жағы типа топ тебеді жағы. Так біздегі кезекті жалпы осындай тағы да лоббиға кіретін анимация еді, жаңағыға қатты ұқсайды. Так сәл арт жағына осындай бір судың фонын ғана қосылған ба, сондай екен. Одан кейін бізде дәл осындай эмоция, яғни қолына бүйтіп ойнап тұрады и доп тебе ма, в общем, сондай бір сияқты зат екен. Так, мынау не дейді мынау? Камень дейді, кадры дейді, сондай бүйтіп типа тас болып қалған сияқты қатып қалады да, қайтып адамға айналып кете ма? Ну типа бұл да по идее жаңағы бір анимеге қатысы шығатын набор секілді. Өйткені по идее былай келеді негізі. Одан кейін бізде дәл осындай өте керемет эмоция шығады. Енді қазірге осының наборын көрсетем. Енді бұның наборы өте прикольный. Ұлға да қызға да жалпы келе беретін набор. Енді эмоциясы на десерт, иә. На десерт. Қыздар сияқты тұра ма өзі қалай өзі бүйтіп айналдырады деп қалама құрсын. Ыңғайсыздау екен былай, қыздар сияқты. Так, бізде жаңағы енді бұл да осындай 3-4 деген счетпен, яғни 90-шы минутта гол салып ұтып беретін эмоция ма, осындай бір балекіне победный удар, сонда соңғы секундына гол салып кете ма, қалай өзі. Так, біздегі тура осындай жалпы эмоция дейді. Мынау да жаңа коллаборация ұқсайды, бірақ сонда мағынасы не бейсіп тұрады да, үшін просто так, бұл ешқандай мағынасы жоқ болсында, қалай өзі. Бұл да, по идее, бізде бір коллаборациямен шығатын эмоция, яғни анименің коллаборациясымен. Это тура соның типа логотипі тұр. Так, одан кейін бізде, короче, осы футболға байланысы еді, и мынада мен байқағаным, көрдіңдер ма, типа, менің мына жақтағы нигімде, и мына футболканың артында тұрады, и номер 9 деп тұрады екен. Артына өздерін жалпы кез келген никті автоматын өзі арена қойып береткені басшы, осы наборды алсаңдар болды. И мынаның жалпы басқа футболны енді наборлардан, яғни футболка шортилардан айырмашылығы бізде мынандай бір астына бір анимациясы ма, бір валесі бар екен, типа доп айналып жүреді. И кроссовкасы да бұда жалпы жарқырап тұрады екен. Енді осы уақытқа дейін шыққан ешқандай кроссовка былай жарқырамаған. И прическа сондай қатты мықты емес, бірақ жалпы үстіне киетін наборлары аяқ киімнен өте керемет екен. Міне сендерге айтқаным мынау не өз айтында шынай деп келеді, мағынасы қалай өтті. Но еркек қона еще денесі еще качок па, былай денесі качок, қалай өтті. Набор дейді, девочки, волшебный дейді, ошы волшебницы дейді, не көрдіңдер ма, оға да қызға да келет жалпы алмастырып отыра бересен. Но қалайға качок бұл көте, мынау еще мынандай немен қалай болады екен ол. И потом мынандай жалпы енді жалпы прикол ретінде бұл наборды сендерге алуға кеңес берем. Енді әсіресе кейбір фастер игроктар енді мынаның потын міндетті түрде киіп алады, бұныкін кимесе қате болады енді. И сақалы қалай, розовый сақал ма, өзі и шашы, бана шашын киіп алу керек. Мына наборды мен по идее міндетті түрде алуым керек. Мына наборды алмасам қате болайым тұр ғой. Так, біздегі кезекті, бұл майшаны тоқтатты ғой, мынау деген анимациясы көрдіңдер ма? Майшаны тоқтатады и қолында зончикпен атты ма, қалай. Жалпы бұл да жаңа коллаборацияға арналған, жалпы ұлдың қыз түрі ма, сондай болу керек, жалпы үсті, бұты, былайша қарапайым, бірақ өте әдемі жасалған. Так, аяп киінде пойдет, и шашы сәл пикмелау ма, сондай екен, и мынандай аватаркасымен береді екен. Так, бізде, мынау не деген набор өзі? Мынандай да набор шайын жатыр ма не? Мынаның үсті жалпы сәл розбимен қате өкіт демеген, бірақ негізі әдемі, бірақ бұты по идее болады е. Бұтын киіп алға болады, ондай қатты қызға ұқсамайды, бірақ мына жағында сәл мынандай бір цеп па, розовый цеп па, құрсын не істеген мына. Знак дейма, немене бәлен вообще. В общем, сондай бір заттармен берген екен. Так, аяп киіні бізде жалпы по идее пойдет, аяп киіні әдемі. Шашыны қате өп, мынау шашына көрінер ма? Шашыны розовый. По идее, мына прическасыға ұқсайды, мен прическаларын білем, жалпы біреуін білем.
тура осындай розовый бір наборды тура осындай прическасы. Мен білмеймін, менде ол набор бар ма, жоқ па, бірақ негізі мен бұл бұрын соңды көргем. Так, одан кейін бізде дәл осындай жалпы, так, плюшевая кукла дейді ғой. Оп, дәл осындай бір набор шығады екен. Енді бұл набордың жалпы үсті осылай екен. Так, бізде фото онша емес, аяп киінім, ондай атын мықты емес. Шашы, жалпы шашы әдемі екен, я. Одан кейін бізде дәл осындай маскасы бар екен. Маскасы ондай қатты білінбейді, бірақ сәл мына жерден бүйтіп розовый сияқты бояған ба, бір бәле, я. Так, бізде әрине футболға байланысты тура осындай эмоция бар екен. Так, бұл эмоцияда уже 900 адам уже біледі екен, 900 адам бұл эмоцияны. Бұл бізде осы 50-ші обновада ғана енді ғана қосылады деген сияқты Гаренаның жалпы сайттарына шыққан болатын. Ал қазір 900 адам біліп апты. Ал сендерде жалпы олардың алдыларын қатарынан болыңдар, өйткені бізде қанша 1 миллиард адамның 900 адам деген негізі аз. Так, бізде одан кейін келесі набор, қыздарға арналған осындай бір набор бар екен. Үсті былай пойдет, сәл индустома бір бәле екен. И потом джинси мындай қатты онша емес, бір 90-80 жылғы джинсилар сияқты ма, қалай өзі. Одан аяп киініп пойдет, и шашы, жалпы шашы өте әдемі бізде көрдіңдер ма, бит-битіңді, и шашы бит қозғалады екен. Бірақ енді реально сияқты болмайды, бірақ негізі ойнауға жалпы болады. Одан кейін біздегі қыздарға арналған өпі пойди. Мына би мен қателеспесем бір баскетболистердің жалпы жарысының алдында бір болатын би секілді ма, сондай сияқты. Өткеннен қолындағы заттар былай жалпы баскетболға байланысты киноларда болсын дейма, ошым соларда көрсетеді бізде. Так, бұл жерде набор балелшин дейма, ошым сондай, тілім келмей қалды құрсын. Так, біздегі бұның жалпы үсті осылай екен, и тура осындай. Енді бізде осы уақытқа дейін шыққан осы бір юбкаларға өте қатты ұқсайды екен, сәл түсінуде екен, аяғын ақ қылған, аяғын қара қылғанда, и аяп киінде мынандай бір ұзын бір соны киезе салған. Так, біздегі аяп киіні осындай. Так, аяп киім мына жағында, құрсын аяғын сәл аяғы шығып тұрма, қалай алып көттін, аяғына симай атырма өзі. Мынау да түсінай, мына жағында көрма, аяғының бір бәшпәй шығып тұрма, құрсын қалай. Так, шашы мықты емес, бірақ негізі набор мен пойдет набор. Енді осыны эмоциясын жарса вообще четко болады. Так, бізге жалпы қыздарға арналған кезекті набор. Жалпы бұл наборды мен байқағаным, үсті өте әдемі екен, жалпы кез келген сетпен жарасатын секілді. И шалбары негізі пойдет болады, екінің артында негізі суреті. Так, судың суретін қойған ба, артқы қалтасына. Так, одан бізде кроссовкасы дейді. Кроссовкасы негізі әдемі. Так, и шашы пойдет. Мынауның жалпы алдыңғы наборға қарағанда мынаның шашы негізі болады екен. И басында судың суреті тұрма. Пайди осы жақын арада шығып қалатын набор секілді. И маскасы мағынасы жоқ, негізі маскасы тура ешқандай келетін түрін өзгертпейді. Және де сол набордың енді бізде ол түрінің пайды үстіндегі костюмы бір пайдет екен. Так, мына жағын бүйтіп қайырып тастаған ба, қалай өзі? Шалбарын ішіне салып жүрген ба, не істеген бір жағын. Так, шалбары нормальный. Так, аяп киінен бір шлепка дейма, құрсын ол бір шлепка киісіп қойма аяғына, қап-қара сондай бір бәле кигізе салған екен, бірақ сәйкес кимей қалама, сондай екен. Жарайды. Бізде очки жалпы нормальный, и шашы пойдет. Так, біздегі бұны бізден дәл осындай бір ниш шығады екен. Элизабет дейді ғой. Мына чөті бет жағына қараймыз, аяғын жүн аяғынаның. Элизабет деген үші ұлға да қызға да келетін набор ғой, көріндір ма? Аяғы жүн жұмып тұрады екен. Так, енді біздегі жалпы ең соңғы заттардың бірі осындай мұрын шыққаны сынау құрсын. Неміне бәле, осындай бір эмоция шығады екен, көріндір ма? Деп тұрады. Жақында алмайды да ойшы құрсын. Маска санапсыз ойша чөт көрінеді екен, эмоция. Жалпы өте әдемі эмоциялардың бірі. Және бізде осындай бір эмоция екен, мағынасы нейді? Var отбор дейма құрсын. Но не бәле, түсінер ма? Var отборына біткен не мағына ол? 4 бұрыш. Қалай 4 бұрыш деген сөз ба? Немене бәле бұл? Түсіндер ма? Жалпы ендеше бүгінгі видеода өздерің көрдіңдер. Енді бізде
осындай заттар алдағы уақытта шығады. Ал сендерге өзі 28 список жолынан қандай заттар ұнады, соны осы видеоның комментіне жазып кетіңдер.